Мен 2017 жылы 190 бап 4 тармақ бойынша сотталғанмын. 6 жылға түзеу мекемесіне түрмеден Астана қаласының Павлодар облысына 18-ші АП 162-де 3 мекемесінде өзімнің жазамды өткіздім. 189 деді, 189 часть 4 мені бизнесімді тартып алды. Заңсыз 1 миллиард ақша тартып алды бизнесімді. Жарайды, ақшаны тартып алсын, бірақ соттағаны заңсыз болды. Сонда не айып сізге тағылған айып? Айып тағылды. 3 миллион долларды сен біреудің алдап алып алғансың деді. Бірақ мен барлығын көрсетіп жатырмын, квитанцияны көрсетіп жатырмын. 3 миллион 240 мың долларды інім 28 декабрьде сол адамдарға ақшаны берген счетынан аударған. Соны көрсет десем, адвокат інімді неге сотқа шақырмайды. Мені қамап тастаған. Мен главный свидетель інім ғой. Сол айтсын да, сонда расчет болады. Бұлардың сұрап отқандары 6 миллион. Общий сумма 9 миллион. 3 миллион менікі, 6 миллион олардікі. Квитанция бойынша көрсетіп жатырмын, қарасын. Және де ол кісі жаңағыдай куәлік берсін десем, оған куәлік қорқытып, куәлік бергізбеген. Енді қазір шығып, соны даулап жатырмын. Және де енді бизнесменмін ғой. Осыншама суммаға дейін, миллиардқа дейін ақша оборотта жұмыс істедім. Шетелден товар әкелемін, өзім шығарамын, алма егемін, алма сақтаймын. Қосшыда алма базам бар, 600 тоннаға. Алматыда салып жатырмын. 100 теңгеден алманы аламын да, 300 теңгеден сатамын. 200 теңге, 600 тонна, 120 миллион 4-5 айда Қосшыдан прибыль әкеліп тұр. Алматыда мысалға 1000 тоннам бар, 200 миллион теңге табыстаймын да. Просто на хранение. Өзім агрономмын. Ал енді барғанда түзету мекемесінде қалай болды, қандай оймен бардыңыз жаңа өзіңіз? Енді барғаннан кейін маған айтты, мына 18 держитесь деді, крепитесь деген бір сөз бар екен де. Солар айтып отыр, барғаннан кейін не істеңіздер деп. Бірақ оның алдында 2 тұрып шыққан. Бұл система қалай болып тұр? Бұл система мына ұрылар дейді ғой, смотрящийлар дейді. Соларды 2015 жылы, 2014-те президент айтады, заңдастырыңдар, заңмен қысыңдар дейді. Неге? Оған себеп Балқашев пен Ақтауда болған оқиға. Өзіңіз білесіз, атыс болды. Сондықтан президент дұрыс істеді. Бірақ сол заң оларға қолданды. 20 жыл, 30 жыл сондай сұрақтар беріп жіберді. Олар барлығы қашып кетті. Олар әкімшіліктің көмекшісі болып кетті. Бірақ святое место не бывает дейді, пусто не бывает. Олар әкімшіліктің көмекшісі болып, бұрынғы системаны қайтадан жұмыс істейді. Бұл жерде милиция жоқ, бірақ сотталғандар жасайды. Сенің ақшамен келгеніңді біледі, сенен ақша талап етеді. Қалай талап етеді? Қысым арқылы. Сені қысады, моралды, шығынды таңертең алып тұрғызады, қолды қайта-қайта жуғыза береді, мысалға да. Сіздің өзіңізге қандай қысым болды нақты? Мен өзіме жаңағыдай ақша жағынан қысым болды. Ақша алды менен. Қанша көп сумма алды ма? Біраз сумма алып, егер сен сумма бермейтін болсаң, өзі жағынан өліп кетуі мүмкін да, уже. Саған уже айтады міне деп. Ал ол кісілер қазір мысалға әкімшіліктің көмекшісі олар. Бірақ әкімшілік оны білмейді. Түсінесіз? Сен оны әкімшілікке немесе прокурорға айтатын болсаң, сен уже өзі бір жерде сені просто өлтіріп кетуі мүмкін. Жаңа сізде айттыңыз ғой? Әлі сондай ма сонда? Қазір енді 2018-ден кейін туып болғаннан кейін сот болды ғой. Сотта барлығы жазаланды. Одан кейін облыстық прокурор Павлодардың ол постановление шығарды. Содан кейін мына әкімшілікті ДПА деген добровольный помощник администрацияны ауыстырды. Ондай болмайтын болды да. Секция досуга самовоспитания деді. Содан кейін енді более-менее енді жақсарып жатыр. 2017 жылғы оқиғаны айтады. Өзіңізге қандай азаптау болды өзіңізге қарсы? Мен енді сондай енді өзім тартылған жігітпін ғой енді. Көбінесе мынау заңмен қорғалып тұр бұлар. 429 статья олар қорғалып тұр. Әкімшіліктің көмекшісі, оның несі, полномочиясы милициямен бірдей болып тұр. Сол заңды алып тастау керек. Себебі провокация болады, сен төбелесу керексің, немесе өзіңді қорғау керексің. Сен өз жерді қорғай алмай қаласың, сенің ар-намысыңды көрсетеді. Оның айтқанын істеу керексің. Милицияның айтқанын, милицияда ешқандай проблема болып тұрған жоқ. Бұл жерде только сотталғандар. Және де сотталғандарды бөлек отырғызу керек. Бұрын ешкі сотталғандардың барлығы бүкіл системаны біледі, тіпті милиция білмейтін жағдайларды біледі. А милиция міне кеше ғана жұмысқа кірді, ол түрменің жағдайын білмейді. Оны аналар үйретеді. Жаңа сіз айттыңыз ғой, УДО бойынша ақша істеп жатыр деп. Кім істеп жатыр ақшаны? Оны жаңағы ДПА-лар істейді. Олар айтады, қысады сені. ДПА-да кім ол?
добровольный помощник администрация. ол жазасын өтеушілер Олар иә жазасын өтеушілер, иә. Сізбен бірге жүреміз ғой. түрменің әкімшілігінің көмекшілері, иә? Иә. Олар енді былай көмек жаңа режим бойынша, не бойынша көмектесіп жүреді ғой. Айтатын, таңертең тұру керек, пойдем разрядкаға апарады, анау мынау сондай неше түрлі повязка тағылады. Сол жерден солардың Сосын жұмыстары. олар қысым істейді. Олар қысқаннан кейін, иә, Қысым болмау үшін ақша беріледі, иә? иә, қысым болмағаннан кейін маған қысады мені. Сосын мен үйіме звондаймын мысалға. 50 мың теңге салып жүрсің, 30 мың теңге салып жүрсің. Олар карточкасын салып жүреді. Бірақ оны ешкім білмейді мысалға. Сіз мысалы УДО-ға өту үшін УДО-ға өтпейді, мысалға ол нештеңге ол? мысалы 500 мыңнан миллионға дейін айналып жатыр мысалға, да? Милиция білмейді, судебный система білмейді. Просто олар уже сол кімге кетеді ол ақша, сонда кімге кетеді? алгоритмді біліп алған ғой. Мысалы сіздің келіп қалып УДО-ңыз 73-ңіз. Сізге жақындайды, что сотқа не істейсің ба? Осылай. Все, сот 500 сұрап жатыр. Мамасына звондайды, таксофоннан. Мама 500 салып жіберші. Все, салып жіберді, ана карточкасын айтты, салып жіберді. Сіз барып сотқа барасыз, соттан өтпей қаласыз. Сосын сізге айтады, тағы да 6 ай күте тұршы дейді. 6 айдан кейін сіз уже УДО-ға спокойно шығып кетесіз. Түсініп отырсыз ба? Себебі заңмен. ал жоқ ол ақша сонда кімге кетіп жатыр жаңағы сот нелерге кетіп жатыр, ДП-ларға. ол түрменің басшылығына кетіп жатқан жоқ па Түрмен басшылығына кетіп жатқан жоқ. Соны айтып отырмын ғой. Сондықтан мына 73-72 статьяны неге беру керек? Интеллект дейді ғой, жасанды. Соған беру керек та. 3 критерий бар да. Ескісі жабылған, несі жоқ, нарушениесі жоқ, және де уақыты келді. 3 критерияны компьютер өзі ойлайды да, сізді шығара салады. Сонда ешкімнің қатысуы болмайды. ДП-ларды уже алып жатыр ғой, жай-жай, бірақ қалып әлі система ғой, режимді ұстап тұру керек. сол сіз айтқан ДП-лар ұра ма жалпы Психикалық енді көрдіңіз ғой, факт бар ғой. Енді қазір бизнеске айналып кетті ғой. Кеше мысалға прямо Павлодарда кеше милиция сотталды поощрение үшін. Поощрениеге ақша сұрайды деп сотталды. Факт бар. Екіншіден сотталды. Поощрение үшін ақша алды деген. Екі факт бар. Түсінесіз бе? Бизнеске айналып кетіп жатыр да поощрение. Сондықтан судьялар қарау керек бұл жерде. Ешқандай поощрение алмаған, мысалы сіз 65-тесіз. Сіз енді неге қатыса алмайсыз? Олар талабы бар, концертке қатысу керексіз, немесе спорттық мероприятияға. Олай басқа да бір мәдени шараға қатысу керек, сіз 65-тесіз, әрең жүріп жатсыз, поощрение ала алмайсыз. Енді сізден соттан өте алмайсыз демек. сіз өзіңіздің нақты басыңызда бір мысалды айтып беріңізші, нақты өзіңізге қатысты жаңағы бүйтпесең өлтіреміз, немесе бүйтеміз деп ашық айтып қорқытқан жағдай болды ма, соны айтып беріңізші. Қорқытқан жағдай болды ғой, мен тіптен деген ұрғылады ғой. Түсінесіз ба? Кім ұрды? Тіптен жаңағыдай фотоаппарат деп аталады, жаңағы қолыңа не резинканы қойып қояды, и резинкамен ұрады қолына. Жаңағы сотталғанда, түсінесіз ба? Мына жерге түскен кезде, мынаға тиген кезде алақанға көзіңізден жас шығады. Соны фотоаппарат деп атайды. Ол ең бірінші барғанда істеді ме сізге? Иә, барғаннан кейін. Неше адам жабылып істеді? Уже ДП-ның бастығы болады, ДП-ның бастығы. Сол жерде 3-4 оның замдары болады. Бұрынғы пахан деген сияқты, бірақ законный, иә? Сол паханның орнына кетіп олар. Түсінесіз бе? Пахандардың барлығы милицияға сатылып кетті. Милицияға көмектесіп жатыр дегенмен өзінің баяғы күтік әрекеттерін по-любому қоймайды, себебі олар ақша істеп қойған. Бұрынғы кезде де олар ақша істейді, общак дейді, общакқа ақша құяды, сөйтіп ақша істеп жүреді. Енді де мына жерде де босқа жүрмейді, олар өмір бақи түрмеде жүреді. Олар воляға келетін болса жұмыс істей алмайды. Олар қазір кетеді сразу, наркомандар нетеді, олардың барлығын емдеу керек олар. Олар түрмеге отырудың қажеті жоқ. Конкретно қылмыскерлерді, адам өлтірген, қыз ұрлаған адамды қылмыскерлер отыру керек. Мысалы мен бизнесменмін, маған уақыт беру керек. 2 жыл ескін жаппайтын болсаң ғана сотталасың. Себебі сен әрекет кетірмейсің. Не қылады оны? Сол неше жыл отырдыңыз? Мен 6 жыл отырдым. Соны 6 жылдың үстінде мен де 7 рет сотқа бердім, 7-інде де өткізген. 6 жыл қалай өтті? Сіздің әрбір күніңіз неше күнді өзіңіз? Енді мен 6 күн енді күнделікті өтеді, себебі бұл жерде режим ғой, таңертең тұрасың, үйреніп кетесің уже. Күнде армия сияқты. Бірақ армия 6 жыл. Түсініп отырсыз ба? 2 жыл армияға адам шыдамайды ғой. Егер сіздің сұрағыңыз 10 жыл болатын болса, немесе сіздің әкеңіз 65-тен 75-ге дейін ол таңертең кешке, одной таңертең 6-да тұру, не жүгіру, жаңағыдай режимде уже ұйықтатпайды, не істемейді. Соның барлығын енді 6-да тұру деген болса, депутат 9-да барады, милиция 9-да келеді жұмысқа, 6-да сотталған не үшін 6-да тұру керек? Ол қандай конституцияда жазылған? Оны оқшаулап тұрмыз ғой, болдық, ол и так жазаланып тұр. И так ақшасын алып қойып жатсыңдар. Енді ананың ішінде неге жазалау керек оны? Мен соны түсінбеймін. Енді Европаның кеше бревикті көріп жатсыңдар ғой. Просто интернет болмаған үшін сотқа беріп жатыр. Интернеттің скоросты болмаған үшін.
ал сіздерде мен жалпы мысалы ол 33-ге келіп мен мындай ситуацияда біздің еліміз осындай деңгейде деп мен ойламаппын. Енді мен қазір жазамды өтемін, болды шетелге кетемін, себебі қорқыныш көзіммен көріп келгеннен кейін мен бала шағамның бұндай болашақты мен не істегім келмейді. Мен жеті балам бар, барлығын шетелге алып кетемін деп шешіп отырмын. Себебі басымнан өтті. Рахмет сіздерге отырғандарыңызға, өз көзіммен көріп келдім. енді фотоаппараттан басқа тағы қандай жазалар бар? Жоқ, жазалар енді основной фотоаппарат болды, сізге қандай жаза керек. Енді одан кейін ол намысы не істемеген жігіт ол өзі төбелесіп немесе ар жаққа кесіліп жасайды ғой. Кесілгеннен кейін тағы да ол жаңағы прокуратураны көңілін қарату үшін істейді. Кескенде жайдан жай кеспейді. Міне мен кесіліп қалдым деп. Бірақ заңда жазылған кесілген үшін тағы да сотталасың.